Айтылған сөз атылған оқпен тең. Сөз адамның өмір не жаман жаққа, не жақсы жаққа өзгертеді. Кей жағдайларда адам шешім қабылдай алмай жүрген кезде керекті дәйек сөздерді есту арқылы шешім қабылдауға бел буамыз. Сіздердің назарларыңызға өмірлеріңізді жақсы жаққа өзгертуге, мақсаттарыңызға жетуге, батыл болуға арналған дәйек сөздерді ұсынамыз. Бұл дәйек сөздер жүрегіңізге сіңу үшін және керек жерлерде өзіңізге қолдану үшін жаттап алсаңыз болады. Жадыңызда оңай сақталу үшін жатар алдында бірнеше рет тыңдасаңыз болады. Бұл өмір ертегі сияқты. Бұл өмірде рахат өмір сүруге болады. Адамдар өздері қиындатады. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектің жолында жұмыс істеу керек. Жеке тәртіп бұл табандылықтың нәтижесі. Жалқау адам болмайды, жарамсыз мақсат болады. Яғни сізді қуаттандырмайтын, мотивация бермейтін мақсаттар. Жаман еркек жер қадірін білмес, жайсыз әйел ер қадірін білмес. Жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Сіздің уақытыңыз шектеулі, сондықтан біреудің ықпалына еріп, босқа өткізіп алмаңыз. Барлық жетістіктің бастау алатын нүктесі ол мақсаттың айқын болуы. Жиырма жылдан кейін сіз нені істегеніңізге қарағанда, нені істемегеніңізге көбірек өкінетін боласыз. Сондықтан күмәнді алып тастаңыз. Қауіпсіз жағадан шығыңыз. Ілеспе желді өз желкеніңізбен ұстап алыңыз. Зерттеңіз, армандаңыз, жаңалық ашыңыз. Сіздің армандарыңыз қорқыныштарыңыздан күштірек болған кезде олар орындала бастайды. Егер ісің өнсін десең, ретін тап. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Жетістік қалағаныңа қол жеткізу, бақыт қол жеткізгеніңе қуану. Тәрбиелі тәртіптің құлы, тәртіпті елдің құлы. Ешкім іштен батыр болып тумайды. Батырлықта мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады. Жас ұрпақтың сана сезімін қалыптастыру үшін үш нәрсенің ерекшелігін жүйелеп, дәйектеп алу шарт. Бірінші, баланың ішкі ынта-ықыласы, құмарлығы. Екінші, ұстаздың шеберлігі, ар тазалығы. Үшінші, сабақ процесін алатын орны. Көркемдік тән мен жан қасиеттерінің сұлулығын көрсететін белгі. Жан дүниені тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез құлқын түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді. Өз ісіңнің һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай іс істер болсаңыз да, игілігін көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн.
Адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді. Кедейлікті азайту үшін байлықты көбейту керек. Ауру адамды азайту үшін дені сау адамдарды көбейту керек. Жамандықты азайту үшін жақсылықты көбейту керек. Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Жетістікке жетудің 3 ережесі: өзгелерден артық білу, өзгелерден көп еңбектену, өзгелер күткеннен азға үміт ету. Бастау үшін ұлы болудың қажеті жоқ, бірақ ұлы болу үшін бастау қажет. Ең үлкен қателік тез берілгенімізде. Қалағаныңызға қол жеткізу үшін тағы бір рет көруге болады. Жетістіктің 90% тер, 10% шабыт. Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық шын мәнінде қымбат табыс. Ешқашан үмітіңді үзбе, сенуді тоқтатпа. Ешқашан берілме. Себебі қаншалықты қараңғы түн болғанымен артынша жарық шығады. Нөсер жаңбырдан кейінде күн шуағы түседі. Ешқашан берілме. Сен Алланың салып жатқан суретін толық көріп тұрған жоқсың. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес.